Көрген аламызда былай тастаймыз, қайсы бізге шығады, сол қимылды орындаймыз. Жақсы ма? Тездетіп келіп, қанеке келіп бәрін ал уақыт бәрін білуіміз керек. Кім бастайды? Амандасып болсын кім? Біреумен амандасып достарымен. Келесі. Құшақтас достарымен жақын өзін жақсы көретін адам кім? Нариман. Би қимылын көрсет, қандай билегенде қалай қимылдайсың? Көрсетсек кез өз қимылыңды. Любой дело. Жарайды, жақсы кеттік. Ары қарай келесі. Қыздар. Амандасып шықты. Ружан, кет Аслан. Сен де күлкі сыйла, қанеке күлкіңді сыйла. Достарына. Сұраймыз ба? Мен ойлаймын, жақсы осында көріп тұрған кезде сабағымыз жақсы өтіп отырмдар. Рахмет. Ал енді жай заттар дегеніміз не? Я, айта ғой тез-тез. Жай заттар дегеніміз Я, атомдардың бір түрінен тұрады. Күрделі заттар дегеніміз не? бір емес бірнеше атомдардан. Я, бір немесе бірнеше атомдардан тұрады. Күрделі заттар деп аталады. Жақсы. Енді ары қарай балаларымыз қозғалайық. Келесі бізге бүгінгі тақырып осыған байланысты ары қарай біз жаңа айттық, жалпы заттар бізде атомдардан тұрады дегенді түсіндік, иә? Бір және бірнеше атомдардан тұрады. Енді тақырып бізде бүгінгі атомдар және молекулалар. Түсінікті ме? Ал енді мен бүгін тақырыптың мақсатымен таныстырып жіберейін. Бүгінгі сабақта біз қандай мақсатқа жетуіміз керек? Атомдар және молекулалар айырмашылығын сипаттау. Яғни атомдар дегеніміз не? Молекула дегеніміз не? Түсінікті ғой? Яғни осы екі ұғымды біз бүгін сипаттаймыз. Келесі. Енді қарайық. Ең бірінші мына жерде сурет берілген атом ең кішкентай бөлінбейтін бөлшек. Біз өткенде де бұған шолу жасадық, бірақ нақты тоқталған жоқ. Мысалы, мынау біздің кәдімгі мен қарандаш қолымыздағы, иә? Егер де біз қарандашты осылай микроскоп үлкейткіш ұлғайтқыш зат арқылы қарасақ, ол бізде атомдардан тұрады. Түсінікті ме? Атомдар бізде протон, электрон, нейтрондардан тұрады. Яғни оң және теріс зарядты электрондардан, протондардан тұрады. Түсінікті ғой, иә? Енді қарасақ, мынау кәдімгі менің көрсетіп тұрған қарандашым. Ұлғайтқыш құралымен қарағандағы көрініс. Түсіндіңдер ме? Сондықтан да бұл жерден келетін қорытынды атом бізде қандай зат? Жоғарыда тұр. Оқимыз. Ең кішкентай бөлшектің бөлшек. Түсінікті ғой? Ал біз жай көзбен қарасақ көре аламыз ба? Жоқ. Жақсы. Енді біз білеміз, біз жалпы бұл пәнді 3 жылда өтіп жатырмыз, иә? Әсіресе 7-ші сыныпта оқулықта 3 тілде бізге барлық ақпараттар берілген. Бірінші енді қараймыз орысша, қазақша, ағылшынша. Атом. Қайталаймыз. Атом. Келесі маленький, кішкентай, small. Маленький, кішкентай, small. Одан кейін неделимый, яғни бөлінбейтін, және indivisible. Невидимый, көрінбейтін, invisible. Енді дәптерді ашып, бұл терминология жазғанымыз соңғы күнді жазып, тездетіп жазылады. Қағаздың үстіне жұмыс жасаймыз. Қатаны бүлдірмеңдер. Қағаз берің, соның үстіне жасаңдар. Жая, үстіне бүлдірме, қатаны бүлдірме. Ашетін қайсысы? Келесі қандай зат? Метан, солнышек. Одан кейін атомдар.
сабақта сенің жинап қойыңдар. Менде мен бердім, менікі маған қайтарып берген қалған. Мына жерге қойыңдар. Жаппа жапқан. Маған мен жеткіш береді. Әдемісті болмай болып шығарсың. Түсінді ба? Кемін да бармақтарын белгілі, номер кішкене маған көңіл бөлсін деп тұрмын, иә? Себебі бұл біздің келесі сабақта жұмыс жасауымызға ары қарай қажет болады. Маған бүгінгі сабақ ұнады, себебі мен молекуланың не екенін өте жақсы біліп алдым. Керемет. Бүгінгі сабақ өте қызық, қатты ұнады. Модельдеу кезі өте маған ең қызықты кез болды. Молодцы. Так, мына жерде біреу сурет салып қойыпты. Жарайды, лайк салып берілем, ол бала бәрі жақсы деген сөз, иә? Келесі бүгінгі сабақ маған өте қызықты болды. Так, маған бүгінгі сабақ ұнады. Кейбір жерде үндемедім. Кім? Кейбір жерде тақырыптарда үндемедім дейді. Айта алмай қалдым ба, сөйлей алмай қалдым ба, иә? Яғни бізде ол дұрыс бала. Бұл жазған бала өте дұрыс, себебі мүмкін действительно айта алмай қалған шығар, да? Или ойланып, мысалы, кейін түсініп мүмкін жауабы пайда болған шығар өзінің ойында. Ары қарай маған бүгінгі сабаққа молекула мен атомдар ұғымын ұнады, және мен нейтронның не екенін білдім. Біреу есімді сақтапты. Сосын мына жерде бізде сабақ жай ұнады дейді. Сабақ ұнады қысқаша, иә? Жақсы балалар, бұл бізде кері байланыс бізге өте қажет, білесіңдер. Себебі келесі жолғы сабақта мен кішкене болса да сендердің ойларына қарап білемін, иә? Мысалы, қай жерде қалай көп тоқталу керек дегенде, иә? Жақсы, енді мен қазір